Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, қолдап қойыңыз. Қара өзеннің жағасын қиқуға толтырған ұлан асыр той бір аптаға созылды. Осынша опыр-топырдың неге болып жатқаннан атымен бейхабар арсыз күн қараңқылған шаһардың қақ төбесіне шығып ап жымың-жымың етеді. Күлге айналған кесектердің арасына құмырсқа илеу салыпты. Ию-қию төмпектердің төбесінде тіршіліктің жемін тасып, әрлі-берлі сабылып жүр. Кешегі қан қасап болған қабырғалардың астынан ін қазып алған саршынақтар күн нұрына арқасын төсеп, қит-қит әндетіп қояды. Дүниеде не болып не қойып жатқаннан бейтарап уақыт жолынан қалмапты. Қызыл қанның орнына желкілеп көк масаты шөп өсіпті. Таңғы тастан қалған, тігерге тұяқ аз ғана тұтқынның бүгінде ішіп жеп, мәз-мейрам болып жатқан басқыншылардың даурықпасы мен ыза қиқы, ың-жыңынан әбден құлақтары үйренген. Жасыл төбелердің бөксесін тесіп, жүздеген жер ошақтар қазып, буын бұрқыратып, ас түсіріп, қымыз сапырып, шарап жұтып, шат-шадыман болып жатқан шапқыншылармен шаруасы жоқ. Сонау шыр айнала қоршап мұнаратып тұрған көгілдір тауларға кеше таңғұт қойшылары мал өргізіп шығатын қоңыр қойнаулар мен сылқ-сылқ ағып жатқан қара өзеннің мөп-мөлдір суына көздері боталап көп қарай береді. Бүгін аптаның ақырғы күні. Шыңғысхан қыран жапқан той жасағанда әуелі төбе шаштары тік тұрып, іштері жидіп, буындарын діріл жайлап, шеттерінен шамырғып жүрген еді. Ырду-дырду күннен күнге ұласа берген соң, сол бір дарақы опыр-топырға да еттері өліп, селт етпейтін болып алғанды. Бүгін Шыңғысхан шатырының қасындағы шаршы топта мәжіліс көбейіп кеткенін байқап, бейшара жүрек әлденеден шам алып, үсті-үстіне сыздай береді. Бесін ауа, 60 тұтқынды кісендерін шылдырлатып, сары ала шатыр тұрған қақ ортадағы дөңбек төбеге қарай алып жүрді. Шыңғысхан дастарханның сән-салтанаты әлі тарамапты. Сартаулы мен Кавказдың, Үнді мен Қытайдың небір зергерлердің қолына шыққан алтын, күміс жиһаздар аузы мұрнан шыға толыпты. Шыңғысхан да күндегі күлгін сұсынан айырылып, қызара бөртіп отыр. 60 тұтқынды бұзау тіс 7 өрме қамшымен желкелерінен бір-бір тартып, амалсыз жер тізерлетіп, анандай жерге иіріп қойған соң, кісенін шылдырлатып, шүйдірге әкелінді. Әміршілерін көргенде 60 тұтқынның көздерінен ағыл-тегіл жас шұбыра бастады. Шыңғысхан шүйдіргеге тіл қатты. Сен кеше жер бетінде, әйтеуір жаңғыз таңғұт тірі қалса, менің кегімді жоқтайды дедің бе осы? Я, айтқаным айтқан. Ендеше, сенің таңғұттығыңнан тірі қалған осы 60 және өзің. Қалған еркек кіндіктің бәрін ақша бауыздадым. Әйелдерді сұрыптап жүріп, тек сұлуларын ғана аман алып қалдым. Олар бұдан былай Моңғолдан бала сүйеді. Ал мынау 60 қазір сенің көзіңше жаһанамға жөнелтіледі. Шыңғысханның мына сөзін естігенде, анандай жерде бөлек иіріп қойған тұтқын таңғұт әйелдері жендет семсері әр қайсысының ішін жарып, бөрінің бөлтірігін тірілей салып жібергендей оқыс ышқынысып қалды. Арасында мырс-мырс жылап тұрғандары да баршылық. Шүйдірге көк желкеден бір-бір айбалта төнген қандастарына ақырғы рет бір қарап алғысы келіп, көзін аудара беріп еді, 60 бас жел ұшырған қамбақтай жарыса домалап кетті. Қапелімде қалт тұрып қалған құрт кеуделер сәлден кейін етпетінен гүрс-гүрс құлады. Жау алдында белін бергісі келмей қанша сыздаса да, мынаны көргенде ет жүрегі езіліп, шыдай алмады. Көзінен жастың қалай ыршып кеткенін өзі де байқамай қалды. Шыңғысхан даусы қайта шықты. Мухули мусхули угай балған. Әміршінің даусы шеке шымырлатқандай шаңқ-шаңқ етті. Бұдан былай дәл осы күнді, дәл осы сағатты естен шығармас үшін алдарыңа ас келген сайын Мухули мусхули угай деп айқайлайтын боласыңдар. Сол-ақ екен, бүкіл алқап Мухули мусхули угай деп шаңқ ете қалды. Шыңғысхан тағы да шүйдіргеге бұрылды. Енді жер бетінде таңғұттан өзіңнен басқа еркек кіндік қалған жоқ. Сенің де басыңды қазір аламыз. Сосын мынау жарық дүниеге бірде-бір таңғұт тумақшы емес.
Қарны қампиған әйелдің бәрін жарып тастадық. Сонда сенің кегіңді кім кектейді? Деп сұрады. Тұтқын әйелдер шоғырынан оқшау бір шетте 8 жігіт көтерген жібек шатыр ішіндегі Гүрбелжін ханым ернін тістеп сазарғанда қалған. Қарсы алдына тұтылған жібекшілдерден бәрін көріп, бәрін естіп отыр. Шидүрге бойын жиып ала қойды. Шерші қатқан ызалы дауыспен: «Ей Шыңғысхан, мың асқанға бір тосқан, сағанда зауал бар шығар», деп шақырылған қос азуын күшпен тежеп, маңдайына шапшып шыққан ащы терді мойнын қатты бір жұлқып сілкіп тастады. Шыңғысхан оған ләм-мим жауап берген жоқ. Қос жендетке ым қақты. Екі темір көк желкеден шақыр-шұқыр шайнаса қалды. Шидүргенің басы алтын тәждің асынан Шыңғысханның алдына домалап түсті. «Пули мусхули угай» деп күркіреді бүкіл алқап. Ханым көйлегінің жеңін шап беріп асып алды. Өң сөл жоқ, сұп-сұр жүзін удай ащы көз жасы тілгілеп жатыр. Шидүргенің кеудесі домалап бара жатқан тәжді шап беріп ұстай алғысы келгендей етбетінен гүрс етіп құлап түсті. Шыңғысхан атып тұрып, таңғұт тәжінен аттап өтіп, ханым отырған сары жібек шатырға қарай беттеді. Гүрбелжін өндіршегі сорайған сығырақ көз шалға да, оның қапсағай денесіне де, бір аяғын үйіп қалғандай сүретте басқанына да таңырқағандай аңырып отыра берді. Оң қолының сұқ саусағындағы жүзіктің көкшіл көзінен күлде көк ұнтақ төсегіне төгіліп жатты. Қара өзеннің қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, аңғар бойы сылдыр-сылдыр, сыңғыр-сыңғыр. Шыңғысхан Касар мерген бастаған 4-5 күтуші еркекті алып, аңдап-аңдап тұрған құз жартастардың арасымен аңғар бойына түсті. Енді сары шатыр маңына көзін сатушылардың көп болатынын біліп, әдейі жұрт көзінен жасырынып соңында кетті. Андаған тіс-тіс құз жартастардың арасынан аспандағы күн болмаса, басқа ешкім бұларды көре алмайды. Мынандай жарқыраған күнде Гүрбелжіннің қардай әппақ тәніне қапысыз қанығып алмақ. Су бойына жасыл шалғын үстіне ықшам жол шатыр тігілді. Күтушілер Гүрбелжін аруды шатырдың тасасына шешіндіре бастады. Шыңғысханның манағы өсиетін орындап, сұлудың тұла бойын түгел тінтіп шықпақшы. Асыл қамқа сыпырылып түскенде, ар жағынан айдай нұрлы әппақ мүсін жарқ етті. 7 еркек ауыздарын ашып аңырды да қалды. Тіпті сұлудың сусып түскен көйлегінің астынан пыр етіп көгершін ұшқанын да көрмеді. Жалмажан Гүрбелжін арудың қолына жармасып, шатырдың ішіне жетелей жөнелді. Шыңғысхан таңғұт ханшасымен шатыр ішінде екеуден екеу оңаша қалғанда барып есін жиды. Сосын тысқа құлақ түрді. Уәде бойынша күтушілер әміршілері әбден тояттап болғанша аңғар сыртына шығып, қапияда біреу-міреу үстерінен түспеуіне қам жасау керек еді. Шамасы әлде қашан аңғар сыртына шығып кетсе керек, маңайда сылдыр-сылдыр су үнінен басқа дыбыс естілмеді. Өне бойында лыпа жоқ. Қақпанға түскен еліктей өз-өзінен үркіп тұрған аруға қарай төне түсті. Сұлудың тұла бойында қару жасырардай қалтарыс атымен жоқ. Шыңғысхан алма мойын аруды сұғана көздерімен тағы бір тінтіп өтті. Күтушілер қолдағы білезік, жүзік, құлақтағы сырға, шаштағы шолпы бәрін сыпырып алыпты. Тамағынан күн жұтып қойғандай, ерекше бір нұр шашырап тұратын әлсіз әппақ мойын құс мамық төсекке шалқалап құлай берді. Ұлы әміршінің көзі қарауытып, үлбіреген еріндер мен жаутаң-жаутаң қараған жалынша шарпыған екі нәркес көзден басқа ештеңені көрген жоқ. Сәлден кейін екі тізесін шоқ қарып алғандай болды. Ол ұяттан, ызадан, намыстан от болып өртеніп жатқан Гүрбелжін ханымның ұлпа тақымы еді. Құмарлықтың дүлей желігіне бір жолата беріліп, құтты бір жағаға шығып қалған балықтай тынысы тарылып, танауын жас тәннің, асау қанның, елден ерек сұлулықтың хош иістері қосыла аңқыған қос анардың ортасына енді апара бергенде, ұлы әмірші оқыс ышқынып, сылқ етіп, сұлу үстінен ауып түсті. Гүрбелжін ханым
төсектің аяқ жағына түсіп қалған желең көйлегін қолына іле-міле сыртқа сып берді. Ұлы әмірші екі санын жуып бара жатқан қызыл жосақанға шошына қарап отырып қалды. Күтушілерін дауыстап шақыруға мынау қалпынан ұялды. Азу тісін сындырып жіберетіндей шақыр-шұқыр тістеніп, етбетінен гүрс құлады. 7 бөлімнің соңы. Ұлы әмірші табан астында ауырып қалды. Сол күні түнде ұлы әміршінің Касар Мергеннен басқа күтушілерін бәрінің де басы қырқылды. Әміршіні емдегелі барған емші, балгерлер де сары ала шатырдан тірі шықпады. Моңғол қолы адыра қалған Таңғұт астанасынан бір жола үдіре көшті. Ұлы әмірші көш жөнекей көңілін сұрай барған, ешбір жанды қабылдамады. Тіс жарып ешкімге ештеңе демеді. Екі көзі жұмық, әлде бір ойларға батып жатып алды. Көш 3-ші айдың бір күні Чжамхак өзенінің кең қойнауына келіп құлады. Сонда жасыл шалғын мен айна жалтыр өзенді көріп, Шыңғысхан ауырғалы жұртқа естіртіп алғаш рет тіл қатты. Мынау бір кәрі бұғы мал болатын, кәрі кісі дем алатын жайсаң жер екен, деді. Сол алқапқа көш кідірді. Дәл өзен жағасындағы жасыл шалғынның қақ ортасына екі үй жалғастыра тігілген хан ордасы қонды. Шыңғысхан орда тігілген соң іргенің алдына төсек салдыртып жатты. Шалғын ішінде шегіртке үні, құс үні. Жаз күні жайма шуақ, шалғын ішінде шегіртке үні, құс үні. Орда төбесінен топ-топ тізіліп, түз құстары суға ұшып өтеді. Көштің түйелері, тақымнан босаған жылқылар көк балаусаны күрт-күрт орады. Шыңғыс өзі бұрын соңды назар аударып көрмеген осы бір бейбіт тіршілік көрінісін біраз қызықтап жатты да, бесін ауа анада Гүрбелжінді алып, Қара өзеннің басына барған кезде қасында болған Касар Мергенді шақырды. Оған Гүрбелжіннің желең көйлегін алғызды. Өткен оқиғадан кейін аңғар бойын түгел шарлатқанда, бір құс тұмсық жартастың ұшар басына қалған осы көйлектен басқа Гүрбелжіннен ешқандай із-түз табылмады. Сосын қайтып жұрт аузында дабырық болып кете ме деп іздеу салмады. Бірте-бірте әдемі жас дененің әсем иісінен айырылып бара жатқан бір уыс шүберекті бауырына қысып, әрі-бері жатты да Касар Мергенге тіл қатты. Мынау көйлек бөлек бір үй тігіліп, сонда сақталмақ. Ол ұлы әміршінің кіші ордасы саналмақ. Жыл сайын дәл осы күні, дәл осы арада тайлыға жасалмақ. Онда құрбандыққа кісі шалынбақ. Алда-жалда ұлы әмірші көз жұмып кетсе, оның сүйегін жуып, киіндіретін кісілердің үстіне ешкім жіберілмеуге тиісті. Олар ұлы әміршінің сүйегін табытқа салып, табыттың аузына кілт салынған соң, мұрагерлерінің бірі кеп, ұлы әміршінің жалаңаш тәнін көргендердің бәрінің де басын алмақшы. Касар Мерген ұлы әміршінің аманатын айту үшін мұрагерлермен тілдесті. Кешке ымырт үйірле ұлы әмірші жатқан оңаша ордаға қайтып оралды. Шыңғысхан әшекейлі қытайы кесеге әлде бір сусын құйып, Касар Мергенге ұсынды. Түгел жұтып салмай, орталап іш, қалғанын өзіме қайтар, деді. Касар Мерген бұнысына айран асыр болды да, ұлы әміршінің бұйрығын орындамауға дәті бармады. Ол қытайы кеседегі жұмбақ сусынды орталап ішіп, кесені мамық төсектің үстіндегі арса-арса бір уыс шалға ұлы әміршісіне қайтып берді. Қытайы кесенің қолынан шығуы мұң екен, төсектің аяғына құлап түсті. Ол өзінің күні кеше арқар қуып, тау мен тасқа қаңғып жүрген жаман аңшының сарқытын, жарты әлемді қасы мен қабағына қаратқан ұлы әміршінің қалай қағып салғанын көріп, таң қалып, ерінін бір сылп еткізуге ғана мұршасы келді. Бұл Касар Мергеннің ұлы әміршісіне ең соңғы таң қалуы еді. Әңгіменің соңы.